Күйеуімнің фермасын карантинге жауып тастады. Бірақ Ерлан қол қусырып отырған жоқ. Қол аяғымыз сау, шамам жетеді, көмекке мұқтаж жандар да бар ғой деді. Күнделікті азық-түлікті өз есебінен тасыды. Күйеуім жедел жәрдем қызметінің дәрігері. Біз қызымыздың дүниеге келгенін асыға күттік. Мен оның жанымда болып, періштемізді көргенін қаладым. Бірақ абай қазір мен халыққа осында жұмыста керекпін деп шынын айтты. Жұбайым кішкентайымыз Дарияны туғаннан кейін 1,5 ай өткенде ғана көрді. Анамның отбасылық кафесі бар. Оны карантинге жапқан кезде анам ас әзірлеп, дәрігерлерге түскі асты тегін таратты. Күніне 100 түскі ас. Кейін айналасындағы адамдар естіп біліп, оған қосылды. Әркім қолынан келгенше көмектесті. Біз барлық қаһармандар жайлы әңгімелей алмаймыз, бірақ әрқайсысына алғыс айтамыз. Қаһармандарымызға мың алғыс.